Саламатсыздар ма, құрметтілерім? Бүгін өте тамаша медитация, терапия, визуализация, барлық метод араласқан практика жасаймыз. Біздің өмірімізде абсолютно барлық нәрсе шын мәнінде ғылым. Міндетті түрде ыңғайлы жайғасып отырыңыз. Міндетті түрде сіздің арқаңыз еш нәрсеге тимеу керек, тірелмеу керек. Себебі сіздің денеңіз энергия өткізетін канал. Көзіңізді жайлап жұмып, тереңнен көп демалуға рұқсат беріңіз. Бүгін мен барлық нәрсеге рұқсат беремін. Терең көп ауа жұтып дем алуға рұқсат беремін. Қаншалықты көп ауа жұтсам, соншалықты ақша да келеді. 3 рет терең күшпен дем алып, жайлап демімізді шығарамыз. Терең дем алып, демімізді жайлап шығарамыз. Ақша мен дем алу, яғни ауа бір құбылыс. Мені тыңдай отырып, 3 рет терең дем алғаннан кейін бар зейініңізді мұрныңыздың тесігіне аударыңыз. Дем кіріп жатыр, дем шығып жатыр. Бар зейініңіз осы процесте болсын. Оны тек қана байқамай сезінуге әрекет қылыңыз. Адамның таңдауы ол өзінің зейінін, вниманиясын қайда бұруында. Яғни біздің өмірде біз ауа жетпей қалады деп ешқашан уайымдамаймыз. Дәл сол сияқты ақшаға да қарым-қатынас жасап үйренуіміз керек. Ақша ол ұстап қалатын дүние емес. Ақша ол ағым, яғни поток. Ақша келу керек, кету керек. Ауаға қаншалықты уайымдамасақ, ақшаға да соншалықты уайымдамайтын әдетті үйренуіміз керек. Себебі бар әлем энергия. Сіздің көріп тұрған қатты денелері, қатты дүниелер, адам болсын, зат болсын, табиғат болсын, барлығы көзге көрінетін бар дүниенің барлығы кішкентай атомдардан тұрады, яғни энергиядан тұрады. Ақша да энергия, махаббат та энергия, бәрі энергия. Адамдардың үлкен қателігі өзіне бай өмірді, молшылық өмірді рұқсат бере алмайды. Себебі бар әлемнің энергиядан тұратынын түсінбейді. Сіздің сөзіңіз де, сіздің сезіміңіз де, ойыңыз да барлығы энергияның көрсеткіші. Тіпті қалтаңыздағы ақшаңыз да сіздің энергияңыздың көрсеткіші. Ақшаға деген қарым-қатынасыңыз сіздің әлеммен қандай проблемаларыңыздың бар екенін түсіндіреді. Адамдар жылдар бойы уайымдауға, ренжуге, агрессия сезінуге уақыттарын аямайды да, бірақ отырып, жарты сағат армандап, қиялдап, болашақ өмірін елестетіп жазуға ерінеді. Не үшін ерінеді? Себебі түсінбейді. Жазу ол Құдай энергиясымен байланысу, құрметтілерім. Сондықтан осы практиканы істеп болғаннан кейін ерінбестен
отырып армандаған өмірлеріңізді тіпті күнде қайталап жаза берсеңіздер болады. Бұл әлемде жалғыз Құдай бар деген сөз, бұл әлем кеңістік энергиядан тұрады деген сөз. Сізде сана бар. Сіз арқылы Алла өзінің құдірет күшін көргісі келеді, сынағысы келеді. Сондықтан бүгіннен бастап өзіңізді Аллаға тапсырып үйреніңіз. Алла өзіне өзі қамқорлық жасайды. Сіз дегенім Алла, Алла дегенім сіз. Яғни Алла өзіне өзі қамқорлық жасайды. Егер сіздің өзіңізге деген сеніміңіз жетпесе, онда Аллаға 100% берілуді үйреніңіз. Ақша өмірге келеді, ал өмір дегеніміз ол осы моментті сезініп өмір сүру деген сөз. Ойда өмір сүрген адамда өмір жоқ, ол жай ғана робот. Ал енді армандаған өмірімізді елестетіп бастайық. Бар денеңізді босаңсытыңыз. Контроль жасаудың керегі жоқ. Алланың үстінен контроль жасаудың керегі жоқ. Отырған бөлмеңіздің кеңістігін сезініңіз. Қаншалықты квадрат метрді алып отыр. Енді өзіңіз тұрып жатқан үйдің кеңістігін сезініңіз. Бар зейініңізбен шарлаңыз. Енді өзіңіз тұрып жатқан қала ма, ауыл ма, сол кеңістікті зейініңізбен шарлаңыз. Сіз энергиядан тұрасыз. Сіз шеті жоқ, шегі жоқ санадан тұрасыз. Санаңызды кеңейтіңіз. Ал енді қандай өмірді армандайсыз? Қандай сезімде өмір сүргіңіз келеді? Соның бәрін кеңінен елестетіп, расслаблена, маужыраған жай күйде армандаңыз. Қандай өмір сүргіңіз келеді? Қандай сезімде өмір сүргіңіз келеді? Қасыңызда кім болғанын қалайсыз? Қандай күйде ойнап, күліп, тамағыңызды ішіп, бала-шағаларыңызбен, сүйгеніңізбен отырғаныңызды елестетіңіз. Кең, өзіңіз қалағандай үйде тұрып жатқаныңызды елестеткіңіз келеді ме? Не болмаса сахнада үлкен жетістіктерге жеткеніңізбен мыңдаған адамдардың қол соғып қарсы алып жатқанын елестеткіңіз келе ме? Мүмкін өзіңіз қалаған, армандаған заттарды, ол машина ма, ол әшекейлер ме, ол қымбат бренд бутиктері ме, нені қалайсыз? Қалаған заттарыңызды алып, ақшаны санамай, беріп, одан бір ләззат алып жатқаныңызды елестетіңіз. Не болмаса бала-шағаңызбен қымбат отельдерге барып, тамақ ішіп, демалып жатқаныңызды елестеткіңіз келеді ме? Не болмаса қыстың қақ ортасында бала-шағаңызбен жылы жақтарға барып, теңіздің, мұхиттың жағалауында демалып жатқаныңызды елестеткіңіз келеді ме? Нені елестеткіңіз келеді? Мүмкін әке-шешеңізге сыйлап жатқан сыйлықтарыңызды елестеткіңіз келетін шығар. Мүмкін әкеңізге салоннан машина сыйлап, анаңызға шуба сыйлап, той өткізіп жатқаныңызды елестеткіңіз келеді ме? Әке-шешеңіздің көз жасын, қуаныштан шығып жатқан эмоциясын, көз жасын көріп, рахмет қызым, рахмет ұлым деп жатқан сөздерін естігіңіз келеді ме? Қандай арман мақсатыңыз бар? Немесе өзіңіз ең қымбат
машинаны жүргізіп бара жатқаныңызды елестеткіңіз келеді ме? Достарыңыздың алдында, туғандарыңыз, әке-шелеріңіздің алдында мақтанышты, жай-күйде сезіміңізді көргіңіз келеді ме? Не болмаса бала-шағаңызды қымбат жерлерге апарып, ойнатып, күлдіріп, солардың қуанышына, бақытына шомылып отырғаныңызды елестеткіңіз келеді ме? Не болмаса сүйгеніңізбен теңіздің жағалауында қыдырып жүргеніңізді елестеткіңіз келеді ме? Мен білмеймін, нені армандайсыз, нені қалайсыз. Құдай сізден еш нәрсені аямайды. Тек осы арман мақсаттарыңызды елестетуден бөлек сезінуді әдет қылыңызшы. Сіз Аллаға сенетін болсаңыз, онда еш нәрсеге уайымдамауыңыз керек. Барлық контрольді жіберіп, о Алла, сен өзіңе қамқорлық қыласың. Мен саған барлық арман мақсатымды тапсырдым дей келе, өзіңіздің арман мақсатыңызды елестетіп, сол сезімде өмір сүруді үйренсеңіз болды. Сіз сонда Аллаға не қалайтыныңызды жеткізе аласыз. Алланың тілі сезім, сезіміңізді, сізден шыққан вибрацияңызды жеткізе біліңіз. Себебі Алла сізден еш нәрсені аямайды. Алла шеті жоқ, шегі жоқ кеңістік, шеті жоқ, шегі жоқ мүмкіндік, энергия. Бірақ Алланың тілінде сөйлемейсіз. Сіз жай ғана анда-санда қалап қоясыз. Ал бірақ 24/7 сол арманыңызды сезініп, сол эйфория состояниясында жай күйде жүріп, Аллаға не қалайтыныңызды жеткізу ғана сіздің ісіңіз. Сонда бойыңызға керемет бір толқын энергиялар келеді, вибрациялар болады. И сол вибрация, сол энергия сізді қайда бару керек, не істеу керек, қалай сөйлеу керек деген сияқты іс-әрекеттерді жасатады. Ақша ол энергия ғана. Ақшаның жолы өте оңай. Оны қиындататын адамдардың өзі. Мимен шектейді, есептейді, жоспарлайды. Бірақ Аллада жоспар жоқ. Алла есептемейді. Алла экономдамайды. Себебі ода барлығы шетсіз, шексіз бар. Тек қана сіз өзіңіздің сезіміңіз арқылы, өзіңізден шыққан энергия арқылы Құдайдың тілінде сөйлеп, Құдаймен тіл табыса білсеңіз болды. Қаншалықты уайымдасаңыз, соншалықты тұңғиыққа түсе бересіз. Сондықтан бүгіннен бастап, құрметтілерім, бүгіннен бастап бұл әлемде бір Алланың барын біліңіздер, және Алла өзіне қамқорлық жасайды. Яғни Алла сізге қарағанда сізден де жақсы қамқорлық жасайды. Тек жеңіліңіз, тек беріліңіз, тек сеніңіз. Сіздің мақсатыңыз бір-ақ нәрсе, өзіңіздің арман мақсатыңызды әр секунд, әр минут сайын елестетіп жүру, дем алып жүру, осы моментте өмір сүріп үйрену. Себебі ертеңгі күніңіз бүгінгі сезіміңізге байланысты. Сіздер ертеңгі күнді ойда армандап жүресіздер де бүгін өмір сүрмейсіздер. Сіз ертеңгі күніңізді өзгерткіңіз келсе, дәл қазіргі сезіміңізді өзгертіңіз. Егер қолыңыздан келмесе, осылайша медитация, визуализация жасап, сезім, вибрацияларыңызды өзгертіңіздер. Себебі Құдайдың тілі вибрация тілі. Деміңізге көңіл бөліңізші, кіріп жатыр, ауа шығып жатыр. Ақшада дәл сол сияқты сіздің вибрацияңызға, энергияңызға байланысты келеді,
кетеді. Ауаға қылған әрбір әрекетіңізді ақшаға қылып үйренсеңіз, сіздің өміріңізге ақша оңай келіп, оңай кетіп, шын өзінің табиғи функциясын орындайтын болады. Осы бір жай күйлеріңізді рахаттанып, елестетіп, рахатқа шомылып отырған сезімдеріңізді ешқашан ұмытпаңыздар. Ауа қаншалықты шетсіз шексіз болса, ақша да дәл сол сияқты шетсіз шексіз құбылыс. Сізден бір ғана өтініш: осы сезімде өмір сүріңіз, осы моментте бақытты болуды үйреніңіз. Шын мәнінде әрбір мақсаттың артында тек қана тыныштық сезімін ғана сезінгісі келеді адамдар. Ал тыныштық сезімі ол біздің Құдай берген табиғи сезіміміз. Сондықтан мен бүгін Алла өзіңе барлығын тапсырдым. Өмірімді де, мақсатымды да тапсырдым. Мен еш нәрсе білмеймін, сен білесің. Мен саған тек қана сезімімді ғана көрсетемін, сезімімді ғана білдіремін. Сен оның қалай келетін, кім арқылы келетінін өзің шешесің. Мен бүгіннен бастап еш нәрсе білгім келмейді, білмеймін де, бәрін саған тапсырдым. Тек қана арманымдағы өмірді елестетіп, сол эмоцияны ғана саған білдіремін. Мен әрбір мақсат арманымның орындалатынына сенемін. Себебі құдіретті ұлы күш сен ғана бұл әлемде барсың, ал сен өзіңе қамқорлық қыласың, яғни маған.